Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Бүгінгі азаматтық авиация академиясы авиация колледжінің география пәні мұғалімі Жеңіс Тұрсынұлы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Шығыс Еуропа елдерінің шаруашылық үдерісі. Жалпы Шығыс Еуропа дегенімізде білеміз, Шығыс Еуропа елдерінде жалпы Еуропаның шығысында орналасқан, құрамына Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Сербия, Черногория, Словения, Ресей, Хорватия, Босния және Герцеговина, Македония, Албания, Балтық-Бой елдері, Польша, Латвия, Литва, Эстония сияқты елдерді жатқызамыз. Бұлар осы Еуропаның шығыс аумағында орналасқан ірі мемлекеттерді жатқызуға болады. Мысалы, сіздер картадан көрсеңіздер болады, картада көрсетілгенде Еуропаның 4 бөлігі солтүстік аумағындағы көппен көрсетілген, жасылмен көрсетілген оңтүстік аумақтары Испания, Португалия, Италия, Грекия сияқты. Батыс аумағындағы Франция, Германия, Швейцария, Австрия, Нидерланды, Бельгия сияқты. Шығыс Еуропа елдерін мына жақта көрсетілген болады. Немесе осы шығыс Еуропада орналасқан. Ресей Федерациясы, Украина, Белоруссия, Польша, Чехия, Словакия, Болгария, Румыния тағы да басқа. Географиялық және геосаяси жағынан келетін болсақ, шығыс Еуропа елдері Балтық теңізіне, Адриат және Қара теңіз аралығында орналасқан мемлекеттерді жатқызамыз. Табиғат ресурстарына келетін болсақ, және шаруашылық үдерісіндегі табиғат ресурстары олар тас көмірге өте бай Польша мен Чехияда, мұнай мен газға Румыния және Ресей Федерациясы, суға энергетикалық ресурстардың Балқан елдерінде жатқызуға болады. Темір кені немесе темір металлдарды алатын болсақ, Сербия, Черногория, Румыния, Словакия елдерінде жатқызуға болады. Бокситтан Венгрия мемлекеті, мыс өндіру бойынша Польша және Румыния, хромитті Албания елінде шығарады. Және сонымен қатар газ ресурсына бай елдердің бірі осы Ресей Федерациясы болып келеді. Сібір аумағынан алынатын газ құбырлары осы шығыс Еуропа арқылы өткізіліп, батыс Еуропа елдеріне және Еуропа елдеріне жеткізіледі. Жалпы халқына келетін болсақ, халқы ең көп ел осы Польша жатқызуға болады, 2 миллион. Халқы ең аз ел Эстония, 4,3 миллион. Бірақ егер Ресей Федерациясына жатқызатын болсақ, ең ірі Ресей Федерациясы болып келеді, 120 миллион адам құрайды. Жалпы осы аймақ елінің этностық құрамының басты ерекшелігі славян тобы халықтарының басым қоныстануы. Ол бағана білетіндей шығыс Еуропа елдері, Украина, Польша, Белоруссия, Словакия, Словения, Ресей Федерациясында жатқызуға болады. Урбандалу деңгейіне келетін болсақ, жердегі урбандалу деңгейі өте жоғары елдер қатарында Чехия, Эстония, Латвия жатқызады. Олардың халықтың 70% қалада тұрады. Яғни урбандалу деген халық санының қалада тұратын адамдардың санының көп болуы. Жалпы сонымен қатар аймақтағы елдердің басым көпшілігі ұлттық құрам жағынан бір тектес болып келеді. Мысалы айтатын болсақ, Польша, Албания, Венгрия, Болгария, Словения, Словакия, Чехия, Литва, Румыния, Хорватия сияқты елдер. Сонымен қатар бұл жерде бағана айтқандай Чехия, Эстония, Латвия елдерінде неліктен себебі бұл жерде халық тығыз орналасқан, ауыл шаруашылықтың жалпы 10-15-20% ғана құрайды. Қалған көбісі бұл аумағы шаруашылығы қызмет көрсетуге бағытталған. Өнеркәсібіне келетін болсақ, бұл жерде өте маңызды өнеркәсіп, себебі шаруашылық кез келген негізгі түбі ол осы өнеркәсіпке негізделеді. Отын энергетикасы өнеркәсібі мұнай тапшылығына байланысты тас көмір және қоңыр көмірге негізделген. Ол Румыния және Югославия бірлесіп жасаған темір қақпа деген 70-80 жылдары атаумен қалыптасқан болатын. Бұл жерде су электр станциясы бар. Сонымен қатар Ресей Федерациясына болады, КСРО елінде болады. 70-80 жылдары өзегі ең мықты өнеркәсіп осы шығыс Еуропадағы КСРО елінде болатын. Сонымен қатар металлургия өнеркәсібі, түсті металлургия жергілікті шикізатты пайдаланады, ал қара металлургия өнеркәсібі сырттан әкелінетін шикізатты пайдаланады. Бұл бағана айтқандай Ресей елінен. Сонымен қатар бұл жердегі шаруашылықтың көбісі ауыр өнеркәсіпке бағытталған ауыл шаруашылығы. Енді ауыл шаруашылығына келетін болсақ, бұл жердегі ауыл шаруашылығы интенсивті бағыттар ол басым Чехияда, Словакия, Венгрия, Польша және Балтық елдерінде мал шаруашылығының үлес салмағы да оның өнімділігі жоғары. Мысалы айтатын болса, Балтық елдеріндегі мал шаруашылығының ішіндегі ол балық шаруашылығы өте үлкен рөлді атқарады. Себебі бұл жақта көптеген орналасқан порттар бар, тағы басқа, олар осы балық өндірісін өте қарқынды дамытқан. Рошенгөлдің майын алу бойынша және оны экспорттаудың Болгария елі дүниежүзіне әйгілі болып келеді. Ол тек шығыс Еуропа емес, жалпы бүкіл Еуропадағы бірінші орында тұр десек болады. Сонымен қатар өнеркәсіпті ескеретін нәрсе, бұл жердегі өнеркәсіптің көбісі қалыптасу деңгейі ол 60-70 жылдары, 80 жылдары өте үлкен қарқынды өзгерістерге алып келген болатын. Және ірі өндірістің қалыптасуы ол ауыл шаруашылығының дамуына да келді, тракторларды жасауға және көлік өндірісінің дамуына үлкен үлес қосты.
Польша және Балтық бойы елдеріндегі қара бидай және картоп оңтүстікке қарай орналасқан. Болгария, Венгрия, Албания, Югославия елдеріндегі бақтар мен жүзімдіктерді үлесі жоғары болып келеді. Және сонымен қатар Беларусь елінде тұрса болады, бұл жердегі картоп экспорттайтын ең ірі елдердің бірі болып келеді. Көлік өндірісіне келетін болсақ, аймақ елдеріндегі ең басты көлік түрі темір жол болып келеді. Автомобиль және су көлігі түрлерінің қарқынды дамуына қарамастан, темір жолда жүк айналым үлесі әлі де өте жоғары. Темір жол арқылы және әсіресе көбінесе көмір және металл тасымалданады. Сонымен қатар одан бөлек бізден білетіндей батыс Еуропамен байланысты болсын, бұл жердегі әуе қатынасы өте қарқынды дамыған. Мысалы Сербиядағы Air Serbia әуе компаниясы бар. Жүк айналымына қыста қатынайтын Бургас, Варна, Сплит, Река, Гданск, Шецин сияқты аумақтарда болады, және Рига және Таллин портты қалалардың транзиттік рөлі маңызды. Шығыс Еуропада және Рига, Таллин, Санкт-Петербург сияқты қалалар бұлар ірі портты қалалардың бірі болып келеді. Және сонымен қатар жердегі әуе компаниялар әуе ұшақтарды шығаратын ірі зауыт фабрикалар өте көп орналасқан. Туризмге келетін болсақ, аймақ елдеріндегі демалыс сауықтыру орындары мен туризм мүмкіншілігі жоғары деңгейде болып келеді. Әсіресе Карпат тауында, Судел және Балқан түбегінің таулары баурайында, Балтық, Қара теңіз және Адриат теңіз жағалауында, Дунай бойында орналасқан демалыс орындары көзге түседі. Және сонымен қатар Кавказ аумағындағы, бағана айтқандай, және осы шығыс Еуропадағы ең әйгілі туристік аймақтарда жатқызуға болады. Сонымен қатар шығыс Еуропа елдерінің ерекшелігі бұл жердегі ең үлкен мемлекеттердің шығыс Еуропа арасындағы Шенген зонасы болмау. Батыс Еуропа елдерінде Шенген зонасы бар, бірақ ерекшелігі бұлар мемлекеттердің бір ортақ Еуропалық одақта құрамында болғанмен, шығыс Еуропа елдерінің арасындағы байланысында үлкен өзгерістер бар. Және сіздерге үй тапсырмасы осы шығыс Еуропа елдеріндегі кез келген елді алып, соның толықтай өнеркәсібіне толықтай баға беріңіздер. Назарыңызға рахмет. Қош сау болыңыз.